Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 1978 жылы шыққан боевик пен комедия жанрындағы «Пьяный мастер» фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын баса кетіңіздер, ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Киноның басында ұшқыр аяқ атты мастерге заказ келеді. Заказ бойынша ол танымал Чэнг Уэй атты кунг-фу мастерін өлтіру керек. Екеуі кездескенде Чэнг Уэй ұшқыр аяқтың күшін мойындап, бәрін сөзбен шешпекші болғанымен, заказдың аты заказ деп, ұшқыр аяқ оны өзінің коронный соққысымен теуіп өлтіреді. Басты рөлдегі Вонг Фэй Хунды бәрі Фредди деп атайды. Оның әкесі атақты кунг-фу мастері. Фредди және оның досы дайындық кезінде ұстазды үнемі мазақ қылады екен. Бір кезде бұны байқаған ұстазы оны сөзге алғанда, Фредди оның дайындығын сынға алып екеуі төбелеседі. Дайындықтан соң Фредди достарымен бірге ас ішуде. Бір кезде алдарынан сүйкімді қыз өткенде, Фредди достарына оның әлі-ақ кеудесіне секіретініне уәде береді. Көзіне бір нәрсе кіргендей болған Фредди қыздан үрлеп жіберуін сұрағанда, Фредди қызға бетін тақап өзін сүйдіріп алады. Бірақ достарына уәде еткендей қыз әлі кеудесіне секірген жоқ. Сонда ол қыздың астына шелектегі жыланды жібергенде, қыз қорыққаннан Фреддидің үстіне өзі-ақ секіреді. Қызды құшақтап алғанын көріп, достары оған аң-таң болып тұр. Бірақ бір кезде бұны байқаған қыздың анасы кунг-фуды жақсы білетін болып шықты. Бірнеше соққы жеген Фредди осылай жұрт алдында ұятқа қалды. Бизнесменнің баласы Мастер Ли өзінің қызметкерімен бірге базар аралап жүр. Зергерлік бұйымдар сататын кедей кісіге келіп, әшекей тастың бағасы $10 екенін естігенде, оны қымбат көріп, қолына тек 10 цент тастап кетеді. Кедей жігіт оның қасына барып қайтаршы деп жалынғанда, Мастер Ли ол тасты сындырып, жігітті соққыға жығады. Осы кезде күтпеген жерден Фредди пайда болып, Мастер Лиді жекпе-жекке шақырады. Басында екеуі теңде-тең төбелескенімен, соңына қарай Мастер Ли шашығаннан қолына қылышты алып, аз болмағанда басты кейіпкерді өлтіре жаздайды. Фредди оны жеңіп қана қоймай, қалтасындағы ақшаны алып үлгереді. Үйіне келген Фредди төрден базарда жолықтырған қыз бен оның анасын көреді. Сөйтсе олар оған алыс туыстары болып келеді екен. Қыздың анасы Фреддидің базардағы әрекетін әкесіне айтса, әкесі ұялғаннан оны бірнеше рет ұрады. Бір кезде үйге Мастер Лидің әкесі келеді. Қасында үсті-басы бірақ киіп ұсталған баласы бар. Әкесі баласы үшін кек қайтармақшы болып, Фреддиді ауыр жазаға тартуды талап еткенде, Фреддидің әкесі ұялғаннан баласын өзі өлтірмекші болып шешеді. Бірақ оны Фреддидің жеңгесі тоқтатып қалады. Жеңгесі одан да бұл балаға сабақ болсын деп, араларынан біреу оны аямай 10 рет ұрып көрсін дегенде, Мастер Ли жақтан бір дәу жігіт шығып, Фредди менің 3 соққыма да шыдамайды дейді. Фредди өзін ұрғызып қоятын емес, 10 соққыны тигізбей барынша қорғанғанымен, қарсыласы ашу үстінде оны тағы да бірнеше рет ұрмақшы. Келісімді бұзған үшін Фредди оны ойсырата жеңсе де, әкесі оған әлі де ашулы. Жаза ретінде әкесі оны ыстық су құйылған ыдыстармен бірге жылқы позасында бірнеше сағатқа тұрғызады. Ұстазы келіп, оны әдейі қытықтауда, бірақ Фредди бұл қиындықтан да жол табады. Досы оған кішкентай орындық әкеп Фреддидің жазасын жеңілдетеді. Бірақ күтпеген жерден оны әкесі тексеруге келгенде, Фреддидің астындағы орындықты көріп, оның жазасы одан әрі қиындай түсті. Әкесі оны Соухай атты қатал ұстазға беріп, ағаш үстінде мойнына ауыр ыдысты іліп қояды. Бірақ досы тағы да оған тамақ әкеп, Фреддиді жіптен босатпақшы. Сонда досы отырып, Соухай жайлы естігенін айтып бастайды. Досының айтуынша, оның оқушылары алдыңғы тісіз қалған екен, кейбіреулері тіпті шаштарынан айырылыпты. Соухайдан аман шығудың өзі бір ғажайып деседі. Сөйтіп, досы екеуі бұл жерден тезірек қашпақшы болып шешті. Фредди кафеге келіп, бір бейтаныс кісінің қасына жайғасады. Тамақтың түр-түріне заказ беріп, тойып алған басты кейіпкеріміз тыныш қана қашпақшы. Официантқа бірге ас ішкен кісі өзінің әкесі екенін айтып және барлығына сол төлеттеп кетпекші болғанда, официант оның кафенің бастығы екенін айтады. Не істерін білмеген Фреддиге кафе күзетшілері жабылып бірнеше соққы жегізеді. Сонда үстелде ұйықтап жатқан маскүнем Фреддиді қорғамақшы болады. Екеуі бәрін соққыға жығып бірге қашады. Ағаш астында екеуі танысуда. Фредди шалдың есімі Соу екенін естігенде, оның әкесі жалдаған Соухай атты ұстазы есіне түседі. Фредди оны әлі кезіктірмесе де, оны қатты жек көретінін айтады. Сонда шал әкең мен жайлы айтқан екен десе, Фредди басында оны қалжың көреді. Бірақ бұның қалжың емес екенін түсініп, орнынан секіріп қашады. Кішкене демалмақшы болып, Фредди талдың қасына тоқтауда. Қолына қараса, қолында жіп тұр. Сөйтсе, жіпті ұстап тұрған Соухай болып шықты.
Екеуі жекпе-жекке шығып, Фредди одан жеңіліп, амалсыздықтан оның оқушысы болуға келіседі. Фреддидің досы өтірік айтпаған болып шықты, дайындық шынында да ауыр тиеді. Қанша қашқысы келсе де, Соухай оны ұстап алуда. Бір күні Соухай Фреддиді үлкен ыдыстардың үстіне тұрғызып, ыдыстан ыдысқа су құйдырады. Сонда Фредди қулық жасап, әдейі су толған ыдысқа батып кеткен кейіпте болғанда, шошып кеткен Соухай жүгіріп барса, Фредди оны суға тартып өзі шығып кетеді. Ыдыстың үстін жауып қашып кетіп, кезіккен жерге отырып киімін киіп тұруде. Сол кезде бізге киноның басында көрсетілген ұшқыр аяқпен Фредди алғаш рет кезігеді. Фредди оны танымағандықтан өзінше сөз қайтарып, соңы төбелеске әкеледі. Ұшқыр аяқ оны аямай ұрған соң кептірген киімін отқа тастайды. Фредди өзін төмен дәрежеде сезініп қашып кетті. Жол бойы ұшқыр аяқтың айтқан сөздері есінен кетпей, ендігіден бастап қатаң жаттығуды бастаймын деп өзіне уәде береді. Соухайға жалаңаш түрде келген Фредди оның өкпелеп отырғанын көреді, бірақ көп ұзамай Соухай оны кешіріп, екеуі бірге жаттығуларын бастайды. Соухайдың виносы бітіп қалып, екеуі қалада азарттық ойындармен ақша таппақшы. Соухай бәрін тез байқап, ойынды ұтып келе жатыр. Ойын иесі оларды алдамақшы болғанда, Соухай оны ұстап алады. Ақшасын бергісі келмеген ойын иесі бәрін қуып өзі де қашпақшы. Оны тез арада Фредди тоқтатып, ұтқан ақшаны қайтаруын талап етуде. Сонда әлгі ойын иесі өзінің танымал кунг-фу мастері темір бас екенін айтып, екеуі жекпе-жекке шығады. Фреддидің ұтылып жатқанын көріп, Соухай оған көмекке келгенде, екеуі оның басынан түк қалдырмай қалтасынан ақшаларын алып үйлеріне қайтады. Жаттығу жалғасуда. Соухай оны тағы виноға жібереді. Кафеге келіп, Фредди виноға және біраз тамаққа заказ беруде. Виноны ұстазға қалдырам деп отырғанда, бәрін өзі ішіп қойған байқамай қалады. Сонда ол тағы да қулығына басып, қалған виноны сумен толтырмақшы болып шешті. Виносыз қалған Соухай қолы дірілдеп өзінен өзі қуа бастайды. Темірбас қасындағы бамбук патшасымен бірге кек қайтармақшы. Жекпе-жекте виносыз Соухай әлсіреп тұр. Көп соққы жіберудің орнына қорғана бастайды. Уақытында келген Фредди ұстазына виноны лақтырғанда, ұстазы қатты қуанады. Тек ішкенде бар, бұның жай ғана су екенін түсінеді. Өзінің жеңілетінін түсінген Соухай Фреддимен бірге олардан амалсыз жасырынады. Фредди ұстазынан кешірім сұрап, кішкене мақтарақ болғанда, бамбук патшасына қарсы тұра аламын дейді. Жауап ретінде ұстазы бетіне қарап күліп, одан да әкең сені неге маған тапсырғанын түсіндірейін дейді. Соухай құпия кунг-фу әдісін білетін болып шықты. Және де бұған дейінгі жаттығулар жай ғана төзімділікті тексеру үшін екен. Соухай оған маскүнемнің 8 стилі атты құпия әдісін көрсетуде. Бұл әдісті қолданған адам мас және әлсіз түрде көрінгенімен виноның арқасында жеңуге болатынын айтады. Бұл әдісті меңгеру үшін олар үнемі вино ішіп тұру керек екен. Сол түні Фредди масайғанша ішеді. Ақырындап 7 стилде үйренген Фредди 8 стилде әйел адам сияқты қозғалу керек екенін түсініп, оны үйренгісі келмейді. Бір күні мистер Лидің әкесі тағы да мистер Вонгқа келеді. Жоспар бойынша бос жатқан биік жерлерді сатып алып көмір өндірмекші. Мистер Вонг оның тек халыққа тиесілі екенін айтып кетуін талап етеді. Бұл сөздерге шыдамаған мистер Лидің әкесі оған кек ұстайды. Біраз уақыттан соң ұшқыр аяққа тағы да белгісіз біреуден заказ келген. Бұл жолы мистер Вонгты өлтіру керек. Далада жүрген Фредди бамбук патшасын байқап, онымен төбелесу үшін мазақтай бастайды. Винодан ұрттаған Фредди одан күштірек болып шықты. Қанша мас көрінгенімен оның күші тасып тұр. Бамбук патшасын жеңіп, сол жердегі 2 бочок виноны құшақтап өзімен үйге алып кетеді. Үйге келсе, Соухай жоқ екен. Үстелде тұрған хатты оқыса, Соухай оның сабағы біткенін айтады. Өйткені ол техниканы толық меңгерген екен. Бір күні мистер Вонгқа оның бір оқушысы келіп, мистер Ли құнарлы жерді қазып жатқанын айтады. Оқушысымен барған мистер Вонгты алдынан ұшқыр аяқ күтіп алды. Сөйтсе, оқушысы сатқын болып шықты. Екеуі ұзақ төбелесіп, соңында мистер Вонг әлсіреп қалды. Бұны байқаған Фредди әкесін қорғауға жүгіріп келеді. Басты кейіпкеріміз әкесі үшін өлуге дайын тұр. Бір кезде ар жақтан Соухай пайда болады. Оны танып қойған киллер Соухайдың араласпауын талап етуде. Осылай біздің басты кейіпкерімізбен басты злодейдің төбелесі басталады. Төбелес кезінде виноны ішіп алған Фреддидің масая бастағанын көріп шабуылдағанда, оны Фредди ауыр соққымен күтіп алады. Техникасын қайта ауыстырған Фредди оған біраз соққы жегізеді.
Ұшқыр аяқ бұның қандай техника екенін түсіне алмай тұр. Ашу үстінде енді өзі техникасын ауыстырып Фреддиге де біраз соққы жібереді. Фредди ұтыла бастағанда оның өзі жек көретін 8-ші стиль есіне түседі. Бірақ Фредди бұл стильге көп мән бермегендіктен оны дұрыс қолдана алмауда. Сонда Соухай барлық стильді араластырып бір стиль шығару керектігін ескертеді. Маскүнемнің 8 стилін біріктірген Фредди қарсыласына ауыр соққылар жіберсе де, ұшқыр аяқтың да берілетін түрі жоқ. Басқа амалы қалмаған ұшқыр аяқ Фреддиге өзінің коронный соққысын пайдаланады. Фредди мас болғандықтан соққыны қатты сезбесе керек. Сөйтіп, Фредди жаттығуда үйренген әдіс-тәсілдерін қолданып, қарсыласын ойсырата жеңеді. Осылай, Фредди әкесінің сенімін ақтап, Соухайдың арқасында ең мықты кунг-фу мастер атанады. Осымен біздің Пьяный мастер атты киномыз аяқталады. Джеки Чанның киноларын қаласаңыздар, комментарийге Джеки деп жаза кетіңіз. Әрине, подписаться мен лайк кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.